Саламатсыздар ма, қайырлы күн болсын. Бүгін біз 112-ші сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Екінші есепте өрнекті баған түрінде жазып қалдықпен бөлуді орында дейді. Бұл тапсырманы біз өткен сабақтарда орындағанбыз, сол ретпен орындап шығуға болады. Үшінші есеп. Конструкторда 338 бөлшек бар. 3 бала бөлшектерді бірдей мөлшерде бөліп алды. Қанша бөлшек қалды? Осы есепті енді шешуін баған түрінде жазып көрейік. Бұл жерде 3 таңбалы сан шығады. 3-ті 3-ке бөлсек 1-ге тең. Бір жердегі үшім 3, 0 қалады. 3-ті түсіреміз. 3-тің ішінде 3 бір рет бар. Көбейтсек 3 шығады. 0 қалады. Азайтқанда 8-ті түсіреміз. 8-дің ішінде 3 2 рет бар. 2 жердегі 3-ім 6. 8-ден 6-ны азайтсақ 2 қалады. Қалдығымыз 2. Демек 2 бөлшек қалды. Төртінші есеп. Конструктордағы 3 қалтаның әрқайсысында 112-ден бөлшек бар. Ғарыш кемесінің моделін жасау үшін 289 бөлшек жұмсалды. Қанша бөлшек қалды? Осы есептің шешуін өрнек түрінде жазып шығарайық. 3 қалта бар. Оның әрқайсында 112-ден бөлшек бар болса, оны көбейтеміз 112-ге. Және осы барлық бөлшектің 289-ы жұмсалды. Демек, 289-ды азайтамыз. Әуелі көбейтуді баған түрінде орындап алайық. 112-ні 3-ке көбейтеміз. 6, 3, 3. Енді осыдан мына санды азайтамыз. 336 азайту 289. 16-дан 9-ды азайтсақ 7 қалады. 12-ден 8-ді азайтсақ 4. Мына жерде 1. Демек, 147 бөлшек қалды. Мінекей өрнек түрінде жазып шығардық. Бесінші есепте сызба берілген, мәліметтер берілген. Осы сызба бойынша есеп құрастырамыз. Ер адам, әйел адам деген сөздерді пайдалануымыз керек. Ғарыш айлағында 50 әйел және одан 9 есе артық ер адамдар жұмыс істейді. Ғарыш айлағында барлығы неше адам жұмыс істейді деген есеп құрастырсақ болады. Енді осын шешейік. Барлығын тауып алу үшін екі мәліметтің деректерін қосуымыз керек. Әйелдер, енді ер адамдарды қосамыз. Бірақ ер адамдар бізде белгісіз болғандықтан, оны табамыз. 9 есе артық болса, көбейту амалымен орындаймыз. Оны әрине жақшаның ішінде. Әйелдердің санын 9-ға көбейтсек, ерлердің саны шығады. Ерлердің саны бізде 450 болды. Әйелдермен қосатын болсақ, 500 адам шығады. Демек, айлақта 500 адам жұмыс істейді екен. 6-шы есеп. Конструкторда 145 қара түсті бөлшек бар. Бұл ақ түсті бөлшекке қарағанда 40 дана артық. Конструкторда барлығы қанша бөлшек бар? Бұл енді бізде жанама есеп болып тұр. Бөлігін оқиық. Конструкторда 145 қара түсті бөлшек бар, ал ақ түсті бөлшектің одан 40-ы артық. Конструкторда барлығы қанша бөлшек бар? Бөлігіндегі есебіміз тура есеп. Енді осы екі есепті шартын құрып шығарайық. Мінекей екі есептің шарты құрылды. Есептің шартына мән берейік. Бірінші есепте қара түсті өзі белгілі және 40-ы артық деп тұр. Ақ түсті белгісіз. Біз ақ түстіні табу үшін мынаған мән беріп 40-ы кем бөлшекті табамыз. Демек, азайту амалымен орындаймыз. Келесіден ақ түсті белгісіз, бірақ 40-ы артық. Бұл жерде қосу амалымен орындаймыз. Мына жердегі есеп өзі белгілі және 40 артық болғандықтан, оны біз жанама есеп деп атаймыз. Екіншісі тура есеп. Енді осылар шығарып көрейік.
Барлығын табу үшін әрине екі бөлшекті қосуымыз керек, ақ түсті мен қара түстіні. Мына жерде ақ түстіміз белгілі 145. Оған қосамыз қара түстіні. Қара түстімізді табуымыз керек, оны жақшаның ішіне орындаймыз. Жанама есеп болғандықтан біз артықты емес, кемді табамыз деп жаңа айттым. 145-тен 40-ты азайтамыз. Жақшаның ішінен 105 шығады. Екеуін қоссақ 250. Конструктор 250 бөлшегі бар екен конструктордың. Келесі есепке көшейік. Бұл жерде де барлығын табу үшін екеуін қосуымыз керек. 145 пен енді ақ түстінің санын жақшаның ішіне орындап аламыз. Әрине артық болғандықтан қосу амалын орындаймыз. 145 пен 40-ты қосамыз. Мына жерден 185 шығады. Енді екеуін қоссақ 330. Конструктордың 330 бөлшегі бар болып шықты. Жетінші есеп. Тіктөртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 120 метр, ал ені ұзындығынан 3 есе кем. Осы жер телімінің периметрін тап дейді. Әуелі периметрді табудың формуласын жазып қояйық. Периметрді табу үшін ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтуіміз керек. Енді есепті осы формулаға саламыз. Ұзындығы белгілі, ені белгісіз. Ендеше біз әуелі енін тауып алуымыз керек. Ені деген 3 есе кем болса, 120-ны 3-ге бөлеміз. Сонда ені 40 метр болып шығады. Ені белгілі болғаннан кейін, енді бұл есептің периметрін табу оңай. Формулаға саламыз. А-ның орында бізде 120 тұр. Б-ның орында 40. Екеуін қосып, 2-ге көбейтеміз. 160 шығады. 160-ты 2-ге көбейтсек, 320 метр периметр болып шықты. 8-ші тапсырмада теңдеулерді шешуге тапсырма берілген. Теңдеулердің барлығы күрделі теңдеулер. Ол жерде амалдарды орындап, теңдеуді ықшамдап аламыз. Мына жерде қай жер ықшамдалады? Теңдіктің оң жағының барлығы амалдарды орындасақ, мәні шығады, ықшамдай аламыз. Екіншіде, мына жерді ықшамдауға болады, 140 пен 10-ды бөліп, және 12 мен 5-ті көбейтіп ықшамдауға болады. Келесі теңдеуде жақшаның ішін орындап мәнін табамыз, және теңдіктің оң жағындағы амалды орындап мәнін тауып, ықшамдап қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Келесіде бөлудің мәнін тауып, теңдеуді ықшамдаймыз. Енді осыларды шығарып көрейік. Оң жағын ықшамдасақ 8-ге тең. Қарапайым теңдеуді шешу үшін 56-ны 8-ге бөлеміз. Сонда біздің x-мыз 7-ге тең екен. Ары қарай тексереміз. Мына жерде мына жерді ықшамдаймыз. 34, келесі 12 мен 5-тің көбейтіндісі 60, қарапайым теңдеу шықты. X-тің мәнін табу үшін 60 пен 34-ті қосамыз, ол 94-ге тең екен. Ары қарай теңдеуді тексереміз. Келесі теңдеуде жақшаның іші ықшамдалады, ол 44-ге тең, оң жағы ықшамдалады, ол 641-ге тең. Енді y-ті табу үшін 641-ден 44-ті азайтамыз, сонда біздің y-іміз 597-ге тең болады. Ары қарай тексеріп шығамыз. Мына жерде бір ғана жерді ықшамдайды екенбіз. Бөліндіміз біздің 121-ге тең, x-ті табу үшін 210-нан 121-ді азайтамыз. Сонда біздің x-мыздың мәні 89-ға тең. Ары қарай тексере саламыз. 9-шы есепте барлық амалдарды есептеп шығару керек. Оны енді баған түрінде есептеп, бұрынғы есептерге қарап, солай мәнін табуға болады. Енді 10. Атауын айтпай фигураларды сипатта. Сипаттап көрейік. Бірінші фигура.
Бірінші фигураның барлық қырлары тең. Оның 6 жағы бар, 12 қыры бар, 8 төбесі бар. Бұл әрине текше. Келесі фигура. Бұл фигура тік төртбұрышқа жатады. Оның барлық қабырғалары тең. Ол әрине шаршы. Келесі фигура. 3 төбесі, 3 қабырғасы және 3 бұрышы бар фигура. Ол 3 бұрыш. Соңғы фигурамыз біздің 4 төбесі, 4 қабырғасы, 4 бұрышы бар. Бірақ қарама қарсы қабырғалары тең емес. Әрине бұл тік төртбұрыш емес, жай ғана төртбұрыш.